Ассалаумалейкум барлықтарыңызға, қалдыңыз қалай? Бүгін Құдай қаласа бірінші рет тракқа жұмысқа шығып бара жатырмын компанияға. Оның алдында негізі мен дос баламмен бірге стажировка өткен болатынмын. Стажировка дос балам просто өзі чисто өзінің атынан просто мені үйретті жолда жүруді. И бесплатно болған жоқ, тоже жолда жүрген үшін ақша төледі маған. Рахмет дос балама көмектескен үшін. Жалпы енді бірінші рет бара жатырмын, аэропортқа билет өздері алып берді. Дальнейшем стажировка өтем, 2 аптадай стажировка тоже төлену керек. Көрерміз, менімен бірге болыңыздар. Кеттік. Қазір аэропортқа келдім, регистрация жасалдым, енді таможный контрольдан өтем. Самолетке кіру үшін міндетті түрде таможный контрольдан өту керек. Ол арнайы осындай жерден болады. Жалпы таможный контрольдан артында көріп тұрғандай бәріне өтіп шықтым. Полностью тексерет, носкиді, сумка, аяқ киім бәрін шешесің, полностью там сенсормен тексеріп шығады. И арнайы осындай аппараттан воздушный поезд бар, типа метро. Осымен ары қарай мына жерден түстік, арнайы вагонмен әкеледі воздушный метро. И бізге 42-ші гейт керек, ары қарай 42-ші гейтқа барамыз. 30-59 гейттар осы жақта. Уже бізде карантин вроде бітіп жатыр, адамдар уже кішкене болса да ұшып жатыр. Қазір келіп отырдым. Так, алдарымызда планшет бар. Планшетті мына жерден управлять етемін. Hi. Hey, it's good. How you doing? I'm good, and you? All right. All right. Қазіргі уақытта менің стажировка өтіп жатырған трак Freightliner деп аталады. Трак 2019 жылғы. Ішінде барлық керек жарақтар бар. Коробка автомат, міне коробкасы. Так, ND, мына жерде ноутбук, тормоз, GPS. Мына жақта. Я не знаю, какую бумажку, но обычно там, мне на траке несколько раз клеили, которую я наклеил. Мына жақта арнайы киімдерді жусаң болады. Мына жерде стиральная машина, киімдер жуасың. Бір киім жуу $275 тұрады, где-то жарты сағаттай жуады. Порошок бәрі өзіңнен. Ал мына жақта киімдеріңді кептіріп аласың.
барлық вроде условия жасалған. Мына жақта душ комнаталар тоже почти бесплатно. Мына жер ресторан, қазір жабық, карантин уақыты. Заправка, короче, заправкадан шығып келе жатырмын. Сары. Мына заправкада керек нәрселердің бәрі бар. Бүткіл тамақ керек па. Шығасын заправкадан, уже трактор тұрады, осы жерлерді заправить етеміз. Қазір штат Техас, жанымызда Нью-Мексико штаты. Мына таулардың ар жағында уже Мексика елі. Қазір біздер Лос-Анджелес, Калифорния, Вашингтон штаттарына қарай бара жатыр. Стажировка уже почти бір аптадан уже асты. Вроде бәрі нормально, тоже үйреніп қалдым. Қазір кезде біздің трактың ақ трак. Стажировку өтіп болдым, уже где-то 2 апта, 3 апта болды деп айтсам болады, уже почти ровно 3 апта болды. Стажировка өтіп болдым. Енді бүгіннен бастап новый дегенде тракт беріп жатыр. Алда уақытта сол тракты айдайым. Тракттың номері алдарыңызда 5349 деген тракт. Мен алып жатқан трак пробег 345.355 майл жүрген. Так, вроде новый сияқты.